Бәріне сәлем. Бұл Айсұлу Тойшыбек және Титстолкинг подкасты. Біздің қонағымызда бүгін суретші Мөлдір Қарубайқызы. Мөлдір, сәлем. Сәлем. Бүгін жақсы күн өте. Көктемнің алғашқы күні. Күн шығып, жақсы болып қалдық. Иә, бүгін өте күшті ауа райы және 1 наурыз. Жаңа уақытпен жаңа маусымға келдік. Не туралы сұрайым деп едім, сіздің шығармашылық туралы, өнер туралы. Біріншіден, әрине, сіз өзіңіз суретші болуыңызды қалай шештіңіз? Бұл әрине балалық кезде, ауылда мектепте оқып жүрген кезімде басталған. Мектепте, сыныпта болады ғой, әр пәннен бір жақсы оқитын, сонда мен сурет пәннен ағайым үнемі мақтап отыратын. Жақсы сурет саласың деп, және мен секілді бірнеше бір бала болғанбыз. Суретті жақсы көретінмін. Бірақ әкем математикаға дайындады 7 классқа дейін. Содан анам сұрады, өзінен сұрайық қыздың қай жаққа барғысы келеді. Сосын менен сұрағанда мен бірден сурет деп айттым. Сөйтіп мені Жүргенов колледжіне жіберді. Содан бастап мен 2001 жылдан бері осы суретке келдім осылай. Сіз қай ауылдан, я не знаю, как это, чтобы это не было грубо, да? Дұрыс, иә. Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Шәлкөде деген ауыл. Ол бұрын Киров деген ауыл болған. Сол жерде таулы аймақ. Мұқағали Мақатаевтың Қарасаз деген ауылынан біраз жақын жерде орналасқан. Ол Қайнардың қасында ма? Жоқ, Қайнар ол бер жақтарда қалады. Қарасаз, Саржаз, Нарынқол. Ол басқа жер, иә. Мен өзім ауыл емес, Қаскелең қаласы, бірақ ол өте кішкентай. Алматы облысында орналасқан. Жақын арада. Мүмкін сізде біз батыс жағында орналасқан аймақпыз. Мүмкін вдруг мы где-то рядом жили когда-то. Менікі мүлдем алыс, менікі 350 километр. Алматыдан, сол жақтан келдім. Бірақ әдемі шығар. Өте әдемі, сол табиғаттың әсері деп ойлаймын. Бір кішкентай кезімнен сол тауларға қарап, есік алдына шығып, бір топырақпен ойнап, бір сондай балалық шағым солай өткен. Сондықтан барлық әсер сол композиция құру, түс, тон көру сол ауылдың табиғатынан деп ойлаймын өзім. Ол өте маңызды. Солай. Ал сіздің мама, папамен олар қалай сіздің шешуіңізге қарады? Әкем қарсы болған кішкене, өйткені ол кісінің ойынша суретшілер деген ол арақ ішіп жүретін адам сияқты көретін. Богема. Сөйтіп жүреді. Өйткені біздің ауылда бірақ мұғалім болған суретші. Ол кісі үнемі бір картина салу үшін ол бір бөтелке араққа мысалға салып бере салатын да сол замандарда. Сөйтіп өте жаман бағаланады оның жұмысы. Сол кісіге қарап шешетін әкем ойлайтын барлық суретші осындай шығар енді деп. Сосын бірақ мамамның өзінің әкесі, шешесі тігінші болған, өнерге жақын. Бірақ менің өз атамда, папам жақтан ол кісі де зергер болған. Өздері екеуі де өнерлі. Мамам киім тігеді, папам ағаштан төсек, үйдің тұрмыстық заттарын жасайтын. Бірақ сол папамның ойынша математикаға жібергісі келген қарсы болды. Бірақ менің көңілімді тыңдады дегенмен. Сөйтіп осы колледжге оқиды, Алматыда оқиды, дизайн интерьер болады, дизайнер одежда болады деп жіберді. Бірақ сіз негізі сурет факультетінде басқа мамандықтан да кеттім, Кескінде мен нағыз суретшінің өмірін таңдадым ғой. Негізі 1 жыл түскенде сол әке-шешемнің айтқаны бойынша мен дизайн интерьер мамағына түсіп алғанмын. Өйткені мен Қызылға оқыдым, жақсы болғаннан кейін мен бірден сол жаққа түсіргізді. Өйткені оған түсу қиындау болатын. Бірақ менің бір мұғалім көріп қалған 9 класста. Сен живописецсің, сенің мынау жұмыстарың живопись жазуға арналған, маған кел деп дайындап жүрген. Бірақ мен мамаларымның ойын естімей сол жаққа түсіп кеттім да. Бірақ 1,5 жыл оқығаннан кейін мені жаңағы мұғалім келіп, өзі ауыстырып алып кетті живописке. Күшті. Ол колледж, Колледжде, Колледждан кейін сіз Жүргенов академиясына түстім. Тағы да 5 жыл ол жерде оқыдым. Одан кейін оны бітіргеннен бірден қайтадан колледжге мұғалім болып келдім 2012 жылы.
сабақ беру. Қазір қалай сіздің отбасыңыз қалай қарайды сіздің мамандыққа, сіздің жолыңызға? Қазіргі әлі күнге дейін енді мен әкем мен колледжге мұғалім болып орналасқан кезде ғана кішкене бүйтіп ой мұғалім бұл академияда сабақ береді деген кішкене құрметті сыйлайық деп сөйтетін, бірақ суреттеріммен келгенде қарап тұрып немене салып қойғансың деп онша жақтыртпайтын кішкене. Бірақ мамама ол кісілердің ой бойынша енді сурет деген реализм, әдемі болу керек. Кейінгі бұрынғы суреттерімді жақсы көретін, кейінгі келе суреттерімді онша түсіне бермейтін. Бірақ үйдегі менің сіңілім, інім, ол кісілер қасымда жүргенде олар үйреніп алған, бәрін білет, түсіндіріп ол күшті сурет деп мақтап сөйтіп көмектеседі маған. Солай. Ол өте жақсы, және негізі жанұяңыздан қолдау, ол өте маңызды, и даже если пришлось немножко сначала туда поступить, потом перевестись. Мен кейбір кезде кей суретшілерден мынандай ойды естимін. Мысалы академиялық сурет ол өте қатал, және суретшінің внутренний өзіндік несін құртады. Құртады, және өте сондай көп граница, рамка. Сіз қалай ойлайсыз? Ол сізге пайдалы болды ма, немесе сізге уақыт потом нужно было, чтобы отучиться и как-то свой найти взгляд и рисунок? Негізі академиялық білім маған негізінде ол көмектесті. Бірақ мен оқып жүрген кезде оның толық несін түсінбейтін да, мағынасын. Оқып жүрген кезде салыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер, үйрете береді ғой. Бірақ мен колледжде бітірген кезде жаңа Малик ағайымыз бізді, мен оқытқанда ол более творческий оқытты, шығармашылыққа кішкене, бірақ академизмді тоже бекітті. Бірақ кейін академия түскенде мен ол жақты қайтадан сындырды. Қайтадан академизм, мынаның бәрін дұрыстап салу керек, мынаның бәрін анау оюға дейін салып таста артындағы деген секілді болды. Бірақ мен ойлаймын, болып жатқан нәрсенің барлығы ол қазіргі менің өнеріме бәрібір әсерін тигізді, жақсы жағынан. Өйткені сол оюлар салар арқылы мен жаңағы мелочь қой енді, ұсақ түйек арқылы өзімдегі жаңағы шыдамдылықты может арттырған секілдімін. Одан кейін мысалға жаңағы мен сабақ бердім ғой оқушыларға. Ол кезде мен академиялық үйретемін ғой. Сол кезде мен бірінші кубты салуды үйреткен кезде мен таң қалдым да, қалай түсіндіремін қазір деп. Сосын балаларға түсіндіру арқылы мен сол кезде ғана түсіндім қалай кубты салу керек. Ал оған дейін мен ол кубты көшіргем тек. Сонда мен толық оның қалай салатын білмегем. Көз мөлшері мықты болғандықтан мен оны тұп-тура көшіріп алатын. Өйткені бізге мұғалімдер айтатын, көшірмеңдер, стройте, құрыңдар деп ше. Түсінбейтін, қалай құралым, мынаны көшіре салуға болады деп. Сол секілді сонда балаларға сабақ беру арқылы мен нақты түсіндім да, жаңа адамды қалай салу керек, кубты қалай. Сол кезде мен керісінше менің өнеріме формаларды бұзу оңайырақ болып кетті. Сондықтан мен ойлаймын, оны дұрыс қабылдау керек. Оған өзің шекеленіп қалсаң, оның рамкасына сен шыға алмайсың, одан кейін құрту қиын болады. Маған керісінше нағыз наоборот толық білген кезімде мен одан керісінше шығып кеттім тезірек. И маған сол моментте ол көмектесті деп ойлаймын. Ол өте қызық, такая точка зрения, өте қызық. Вы преподаете, да, вот в колледже, вот студенты, олар қалай кімдер келеді, және олар неге суретші болуға таңдайды? Дәл қазір осы жаңа жылдан бері жұмыстан шығып кеттім. Өйткені себебі мен өзімнің шығармашылығыма көбірек уақыт бөлгім келді. Шынымен де сабақ беріп жүрген кезде уақыт жетпейді. Сондықтан осы уақытқа дейін беріп жүргенде балалар академиялық сурет салуға келеді. Олар келгеннен кейін олар оны үйренгісі келеді. Ондай қарсылық білдірмейді, жақсы үйренеді. Көбісі қазір балалар мысалға қазір бәрі дайын ғой, жаңа цифровой не бар техника. Сондықтан олар академизмді енді толық керек емес секілді сезінеді. Бірақ мен сабақта өзім маған қажет болғаннан кейін оларға түсіндірем. Балалар, сендер қазір 3 жыл оқып жатсыңдар ғой, сол кезде оқып алыңдар.
кейін бітірген соң оны істемей қойсаңдар болады, бірақ мен сендерді бұзбаймын. Адамдағы индивид болады ғой, бір өзіндік. Мен балаларды сурет салған кезде бірінші қарап аламын, ол қалай салады өзі, соны бұзбай академиялықты үйретемін екеуін қосып. Сол кезде ол бітірген соң өзінің жолын табып кету оңай болады. Сөйтіп айтамын да, бірақ біліп алыңдар, сен даже сала алмасаң да көзбен осы қалай адам орналасты, анатомияны біліп тұру керексің. Қалай мынау кесе мына столдың үстінде тұралып тұр, иә? Соны жаңағы көздің несі дейді ғой, кеңістіктің сызығы, соның барлығын біліп алсаң, хотя бы көзбен композиция құруды, формасын, сол кезде сен басқа жұмыстар істеген кезде ол саған көмектеседі деймін. Сол. Ал балалар қазір көбірек таңдайтын мамандықтары бізге көп түсетіні дизайн интерьері, дизайн одеждаға көп түседі. Өйткені оның болашағы зор деп ойлайды. Ал живописке азғантай ғана бала келеді, станковый графикаға да аз бала келеді. Бұл ойлаймын неге байланысты деп. Болашақта жаңа ақша, жұмыстағы жаңа табыс табу мәселесі деп ойлаймын. Академияны бітіргеннен кейін сіз не сурет салдыңыз? Живопись, портрет па? Вот сіздің өзіңіз жолы қалай болды? Мен кішкене енді академия бітірген соң білмей қалдық қайда барарымызды. Сосын мен бірден жұмысқа орналасып кеттім. Сол сәтте мен квартирада тұратынбыз кішкентай. Сол кезде мен наброски салып бастадым. Біз наброски салған кезде тек адамды ғана салатынбыз өзін. Ал мен наброски салып жатырып, жаңа бауырымды, сіңілімді салған кезде қасындағы заттармен бірге сала бастадым. Гүлмен, төсекмен, киіммен. Сол кезде маған ұнап кетті да бір композициялар. Сөйтіп сала бердім, көп қып сала бердім. Кейін бұл композиция, енді сен суретші оқып жүргенде білесің ғой композицияның қандай екен. Бұларды маған қатты ұнай бастады. Сосын жаңа мұғалімге алып баратын, көрсетіп, ол да мақтайтын, күшті екен мыналарың деп. Жаңа бұрынғы мұғалімге баратын. Содан сөйтіп ол кісі мақтағаннан кейін одан мүлдем ананың жақсы екенін көріп, кейін сөйтіп жинап жүрдім. Сосын 2014 жылы тұрмысқа шығып кеттім. Енді мен нақты суретші боламын деп бір ниет қоймадым, мақсат. Просто өзім ұмыт қалмас үшін салып жүретін суреттерді. Сосын 2014-2015 жылдары мен тұрмысқа шыққан тағы да сурет салатым. Мен үнемі сурет салып жүретін, өйткені кешкілік бір отырып сурет салған кезде рахаттанатынды, жаңағы кішкентай қағазға үлкен форматтарда жұмыс істемедім, тек А4 форматқа салатым. Сосын өзімді сала бастадым, өйткені адам жоқ қасымда көп, енді өзімді сала бастадым, айнадан қарап. Сосын жаңағы өзім артындағы заттармен, жаңағы көк тазик деген серия сол кезде шыққан. Сөйтіп салып, кейін ойланып отырып осыларды бояп көрейінші деп, түспейінші деп боядым. Сол кезде жаңағы Матистің түстеріне қарадым, өйткені біздің суретшілердің түстерін қарап іздейсің ғой бәрібір. Қараған кезде өңкей сұр сияқты болып көрінді маған. Сол Матистің жұмыстары ұнады, бір яркий. Давай көрейінші, неге мен осылай істей алмайын ба деп. Сосын бір жұмыс істегеннен кейін ұнап кетті да, кейін барлығын солай цветной қылып сала бастадым. Сосын бірден біраз жұмыс жиналып қалды. Сосын мен көрме істеймін, мен бірінші көрмемді жасаймын деп 2016 жылы қоймай, кішкентай залда персоналка көрме аштым. Сол кезде жаңағы жеке көрме жасағаннан кейін жаңа көресің да, уже сен суретші ретінде кішкене қалыптаса бастайсың, әркімнің көзқарасы бар, неше түрлі комментарий айтады, сосын мынау менің жолым деген сияқты кішкене үміт пайда болды. Сөйтіп 2017 жылы қызымды босанғаннан кейін бәрі қайтадан жоқ болып кетті. Өйткені балаға көп уақыт бөлдім. Сөйтіп 2 жылдай мен баламен еш нәрсе істемедім. Балаға қарадым, менің қызым кішкене іші ауыратын, түнмен жылайды. Менде депрессия деген басталды, после родовой деген. Өзім толып кеткен, бір ұсқынсыз болып, бір еш нәрсе ұнамайды, сондай болып жүрдім. Мен сол кезде өзімді жинап, жұмыс ақша табайын, бірдеңе істейін деп бір жеңгем үйіне барғанда ол маникюр жасап отыр екен. Соны оны үйреніп алдым бір күннің ішінде. Сосын елдерге маникюр жасай бастадым. Үйдегілерден бастап жаңағы мектептерге барып. Сөйтіп ұнайды ғой, өйткені творчество ғой, бәрібір жасайсың, түзейсің, өзіме ұнады. Сөйтіп жүрдім. Бірақ бір күздер шаршай бастадым. Сосын айттым, жазда бір лагерьге бардым. Сол жерде балаларға сабақ берген кезде мен мынаны сағын қаппын ғой деп ойладым да. Сонда жаңағы бизнес ханым болған, соның мектеп ашқан ұнатты. Мен айттым, өзім изо-студия ашам, болмайтын ау деп. Сөйтіп жиналып, барып бір жерден орын алып, Греш жақтан
ол жақта как раз конкуренция жоқ. Мамамдар сол жақта тұрады ғой, көшіп келген Байсерке жаққа. Сосын баламды қалдырып сол жерде Құдайдың несіне қарай маған бір 50 000 теңгеге 140 квадрат метр күшті бір здание тауып алдым. Ананың іші керемет. Мен мына жерге студия ашамын дедім. Сөйтіп жаңағы жердің бәрін жинап, қолдан мольберттер жасап, шкафтарды жасап, сөйтіп жаңағы жерге студия ашып, балаларды шақырып, 25 бала жинап, 10 000 теңгеден оқыттым. Кәдімгідей мен өзіме келген сияқты болдым да қайтадан. Бірақ өзім әлі сурет салмадым. Бірақ балаларға да дұрыс сабақ бере алмадым, өйткені мен толыққанды өзім суретшілікті әлі дұрыс не істемедім ғой, маған керек емес сияқты да. Ақша табу үшін, көңілді көтеру үшін жасаған сияқтымын бәрібір. Енді балдарға ол білінбейді, оларды үйретіп жатырмын. Кейін өсіп Кипрға симпозиумға барасың ба деген жолдау келді. Сөйтіп жарайды деп қызымды емшектен шығарып, сол жаққа 15 күнге ұшып кеттім. Ол қай жер? Северный Кипр, солтүстік Кипр дейді ғой. Никосия деген жерге. Ол жаққа осы 2019 жылы Қазақстаннан бүкіл осы түркі мемлекеттерінен көп деген суретшілер барып, біз сол жақта 2 айдай жатып сурет жасалдық. Резиденция. Енді мен үшін ол декреттен кейін, анау академиядан кейінгі бір рай сияқты болды енді шынымен де. Өйткені келгенде бізге көп акрил, үлкен здание, холстардың размерлері 160-180 үлкен размерлер. Ондай размерді мен диплом жазғанмын, көрмегенмін. Маған енді анау шок болып тұрмын да. Сосын бірінші күні келе салып баса кеттім, бір жұмысты уже аяқтап тастадым, анау үлкен размерде. Сосын кейін сондай таң қалып жүрмін. Сөйтіп 15 күнде мен негізі 5 жұмыс жасау керек, мен 9-дай жұмыс жасап тастадым. Сөйтіп бұл кісілер айтты, егер ұнаған суретшілерді олар қалдырады екен, сіз тағы да 1 айға қалдырайық деп. Соны мен айттым, керемет, мен үйге звондадым, қалсам бола ма, қала бер, олар еще тағы да саған ақша береді, стипендия сияқты. Осындай ақша алып келем, енді баламды енді қарай тұрыңдар, мен қалайын мына жақта деп содан қалдым. Одан 37 сурет салдым сол жерде. Жан жағымыз суретші. Дайын тамақ, бәрі условия жасалған. Сен тек сурет сал. Бірақ уже соңына қарай тақырып шықпай кетті. Уже жымай кетіп жатырық уже. Сіз нені салдыңыз? Пейзаж, портрет, не болды? Автопортрет? Ол жерде барғанда, өткенде мен салып жүрдім ғой жаңағы набросктер. Туысқандарымның жаңағы заттармен бірге. Тек соларды үлкейттім. Менде идея жоқ, ой жоқ, ештеңке. Әйтеуір соларды үлкейтсем болды дедім. Мен ол жақта көбінесе цветовой гамма, түр түспен жұмыс істедім, красканың фактурасымен жұмыс істедім. Бірақ композицияларым ешқандай ойсыз, жай ғана бір әшейін тақырыптар, шай ішіп отырған, әңгімелесу деген секілді. Бірақ жаңа үлкен форматты меңгеріп алдым. Ең соңында 3 метрда 2 метр дегенге дипломдық жұмысым болған, купальщица деген, жуынып жүрген қыздар. Соны менде ол жерде 5 адам болса, дипломдықтан ана жерде 20 адаммен салып тастадым. Анау академизмді меңгеріп кеттік. Вообще ана жақта енді шок, өзіміз таң қалып жүрміз, мынандай үлкен размер. Содан соңына қарай уже тақырып жоқ, уже қиналып, мен уже фотографиялардан бір танысы бірдеңелерді салып уже шаршадық. Енді 2 ай деген қиын ғой. Сөйтіп үйге қайттым. Үйге келгеннен кейін айтам ғой, болды, мен суретшімін, ештеңе істемеймін мен. Ана студияны жабу керек. Мен енді үлкен холстар алып сурет саламын деймін. Сосын үйдегілер, сіңілім айтады, мөлдір сен ана жақта оған тастап кеткенмін, студияны қарастыра бер ары қарай деп. Балдар ақша төлеп қойды, оларды оқыт таста енді 1 ай деп. Соны барам, балдарға сабақ берсем, ұнайды маған. Анау балалармен жұмыс істеген. Таң қалып тұрмын да, өткенде менде көп қой жинап келген база. Мотивация деген көп. Аналар балдарға беріп атырым бүйтіп күшті қылып. Олар менен кетпейді, үйлеріне қайтар десем қайтпайды. 2 сағат отырамыз, шай ішіп, сурет салып. Кейін балалардың жұмыстарын қарасам, бір шедевр, ойбай деп. Сосын бірден 15 холстқа ма, 10 холстқа заказ бердім үлкен. Әкеп тастады, краска алдым. Сөйтіп жұмыстарды бастап кеттім. Бірден Есентайда бір көрмеге шақырды, сол жаққа қатыстым. Кейін сөйтіп жүрген кезде карантин басталып кетті ғой. Бәрі жабылып қалды, менің студиям жабылып қалды. Бірақ карантин маған өте жаңағы суретшілігімді дамытуда өте жақсы рөл берді. Ол жерде жаңағы Фейсбукта художественный базар деген не ашып қойған. Сол жерде біз жұмыстарды саттық.
арзанға жаңағы сонда күнделікті мотивация кішкентай форматқа сурет салып жаңа 2000 теңге 5000 теңгеге бірімізден сатып сондай бір күшті не болды осы жалпы одан кейінгісін бөлек айтып беремін. Иә өте қызық хикая болды. Сіз осы поездкадан осы саяхаттан нен алдыңыз? Вот мотивация сіз алдыңыз және осы суреттер ана жерде қалды, Иә, барлық суретті қалдырдық. Енді үлкен танымал суретшілер үшін ол өте ол кісілерге көп ұнамаған, өйткені ол кісілердің бір жұмыстарын өзі сондай бағада тұрады. Ал бізге, жас суретшілерге бұл үлкен возможность дейді ғой, сондай болды, өйткені біз өмірімізде осындай үлкен қосты алмайтын едік. Мынау красканы алып салу дегенді ойламайтын біз академия бітірген. Мен кішкентай рәсімдерге салатын. Ол жақта маған үлкеннен қорықпау, возможностьті салу, оны кейін қайтарып алу деген сияқты возможностьтар. Өзіме сенім көбейді суретші ретінде. Мен суретшімін деп келдім сол жақтан. Өйткені ол жақта жан-жағында суретші сені мақтайды күнде. Кешкілік әңгіме айтамыз. Өңкей суретшілердің арасында жүргеннен. Одан кейін мен ол жақта жаңағы билейтін кешкілік күнде. Өлең қосып сурет салып жүргенде билейсің ғой. Содан кішкене өзімде андай салмағым не істеп бүйтіп өзіме ұнап, андай әдемі болып, бір сондай болып кеттім өзі. Жарқырап. Иә, вообще келгенде басқа адам болып келдім ғой. Сосын өйткені өнер маған әсер етті. Және басқа жер и жаңағы биі бар, несі бар, адамдары бар. Содан күшті не болып келдім негізі. Шабыттанып. Иә, ол өте күшті. Рутинадан шығып, және басқа контекстке кіріп. Бірақ сіз айттыңыз ғой, бірінші көрме, жеке көрмем 2016-та сіз басқардыңыз оны. Бірақ арт менеджмент тұрғыдан ол қалай өтті? Негізі сізде сіздің менеджмент өзіңіз істедіңіз ба? Ол көрмемен, ең бірінші көрмем болғаннан кейін мен өте 50 квадрат метр ма, даже несінің өзі кішкентай болды, аумағы. Сосын мен бір скульптор ағаймен бірге жасадым, өйткені анаған арендасын төлеу үшін екеуін қосса арзанырақ шығады екен, сөйтіп ойлап істедім. Сосын ол көрме мен негізі көңілімнен шықпаған соңында, өйткені жұмыстарды ілгендері де мен бәрібір бірінші жасасам да менде бәрібір эстетика көрменің несі деген өзімнің ойымда бола білем ғой, бәрібір де басқаша ілсе екен деген. Бірақ ол жерде мен араластырмады, өйткені өздері іледі бізде көп көрме залдарында. Сосын маған көп ұнамады, бірақ жарайды дедім, енді ештеңе етпейді деп қойып жүрдім. Сосын ешқандай ол жақта жұмыс сатылған жоқ. Бұл анау Қастеев мұражайының бір орталық Жамбыл неде қазір Целинныйда болды, соның кішкентай бір залында істегенмін. Сондай бір пиар ештеңе болмады. Әйтеуір мен туысқандарым, таныстарым келіп қарап кетті. Бірақ сол кездің соның өзі маған бір не болды, бір белес болды да. Сондықтан онша не істемедім, ол жаққа көп көңілімді бөлмедім. Былай солай өтіп кетті әйтеуір. Енді сіздің шығармашылық пандемиядан кейін сіздің signature как бы ваши картины, это вот объемные картины және ою-өрнек. Осы стиліңізді сіз қалай дамыттыңыз? Иә, жаңағы пандемия болды, жаңағы барлығы болды. Мен бірнеше тағда осыған дейін келетін қызыл құлын деген жұмыс істеген. Оны балалардан үйреніп алғаным ғой. Балдардың жұмысын көшіргенмін басында. Сосын ұялдым, қой болмайды, өзіңдікін істе деп. Сол кезде жаңағы аттарды салғам бала сияқты қылып. Сосын оны розовыйға бояп, енді публикадан қорықтым, шығарсам не айтады. Бірақ Инстаграмға шығарған кезімде оған кәдімгідей не кетті. Бірден ол жұмысты сатып алды. Сосын мен айттым, өзгеруге қорықпау керек екен ғой деген сияқты ой келді маған. Сонымен бұның барлығы қалды, барлығы не істеді. Сосын мен өзімді іздеп жүрдім. Сол кезде біз осыдан бір жыл бұрын ғой, қараша айында мен Шымбұлаққа барған кезде бізде пленэр болды. Сол кезде жаңағы контемпорармен айналысатын бір суретші келген болатын. Мен оның өнеріне қызығатынмын. Сосын онымен сөйлескім келіп, сөйлесіп жүрген кезде ол жаңағы айтты, сендер вообще жаңағы дөңгелек стол болып шыққан кезде айтып жатыр да, біз әлі күнге дейін ұлы таулар деген сияқты бір тақырыптарды алып, бір пленэр жасап, не істеп жүрміз. Негізінде тақырып көп қой, экология туралы,
анау қаңтар туралы неге бір сондай симпозиумдар өтпейді деп сұрап жатыр да. Сосын мен шынымен ойланып кеттім да сол кезде, шынымен ғой, шынымен еще сол жерде сұрап жатыр, не керек сіздерге суретшілер, біз сіздерге көмектесеміз деген сияқты сұрақтарға. Бізге мастерской керек, бізге краска керек, бір негізінде қатты керек емес дүниелерді айтып жатыр екенбіз. Менің жұмыстарым жай эстетикалық, жаңағы тек қана академизм бір бағытта, бір ешқандай ой етпейтін жұмыстар болған. Сол жаңа баланың жұмыстарын қараймын, сосын үйге келгеннен кейін енді ол сол сөйлесіп жүрген кезде айтты, сендер көп оқымайсыңдар, қарамайсыңдар, көп мынандай неге барып көрші, лекциялар бар, мынандай неге барып көрші деп біраз инстаграмнан берді. Сосын бүйтіп ойлаймын, шынымен бір қарамаптым ғой мынаған деп. Сосын үйге келген соң ол бала туралы жаңа қараймын интернеттен іздеп. Сырлыбек Бекботаев. Ол контемпорари суретші. Бірақ сондай қатты қызықтым да енді оның ойларына. Сосын инстаграм жаңа нені ашып қараймын ғой. Сосын қарап жатып ол туралы ақпаратты бәрін тыңдап шығамын. Ойы қандай, маған қызық болып кетті ғой енді. Сосын ол арқылы оның сана бағдарламасына барған екен. Сол жақта Молдияр ағайды көріп қалдым да, Молдияр ағаның айтып жатқанына қызық кеттім. Мына кісілер не деген ақылды әңгіме айтып жатыр. Сосын мен өзімді сол кезде түсіндім, дым білмейтінімді, вообще басқа әлемде өмір сүретінімді мүлдем. Сосын анау терминдар неше түрлі. Мен шынымды айтсам, көп терминді осы бір жылдың ішінде ғана оқып үйрене бастадым. Білмеймін ештеңе. Оның бәрін жаздым отырып алып. Өйткені мен өзімді қараңғы деп сезіндім сол кезде. Өйткені айтқан кездерінде бар түк білмеймін, енді шыны керек. Сосын барлығын жазып, Google'дан қарап, мен 6 ай бойы отырдым түнімен оқып. Кітап оқуға уақыт жетпейді, бірақ жаңағы маған сананың программасына келген адамдар тыңдаған сайын мен таң қалып отырдым. Өйткені мен осы уақытқа дейін ойлағам ғой, енді тек орыс тілінде ғана ақпарат болу керек, оқу үшін тек орысша кітап оқу керек, мен бірақ орысша тыңдағанда қатты түсінбейтін да. Түсінген, бірақ бір кезде ұшып кетеді, бір қонбайтын маған. Сосын бір өзімді бос сезінетін негізі. Сонда жаңағы бағдарламалар арқылы өзім толықтым да. Сосын бірақ қатты өкіндім, что мен 35 жасқа келдім, мен түк білмеймін әлі. Қаншама уақыт жіберіп алған, мынандай нәрсе болып жатыр қасымда, мен болсам дым білмеймін деп сөйтіп сол туралы негізі көрме жасағым келді сразу, өйткені мен өзім сездім, мен секілді жылап кеттім ғой, өйткені жылайтындай бар, өмірден қалып қалған сияқты сезіндім. Өйткені маған осы сол уақытқа дейін бірнеше кураторлар жазған, олар көрген секілді бір нәрсені, бірақ олар маған хат жазған ғой, мен даже оны түсінбегенде екенмін. Я деп жауап бере бергем. Сол кезде мен өзім андай мүлдем басқа әлемде өмір сүріп жатқан сезімді. Сосын енді рахметімді айтып жатырмын да, еще бір жағынан, что сол басқа әлемге өттім кішкене. Сол кезде сондай ізденістен көрме істегім келіп кетті. Бірін өткен мен секілді адамдар бар ғой, мен оларда көрсін, осының бәрін көрсе екен, негізі басқа әлем бар деп. Өйткені біз суретшілердің арасында мысалға мен қызғаншақтық деген бар мысалға. Анау менен озып кетеді, қазір мына суретін оқысам идеям тұрлап алады деген сияқты бір жаман бір әлемде өмір сүргенмін да. Сосын анау әлемге шыққан кезде саған ештеңе қызғанбайсың, ештеңені. Наоборот, ашқың келеді, бәрін айтқың келеді, бөліскің келеді. Сосын мен сызып көрдім, мен жасаймын көрмені дедім да. Ағару деп жасайын деп ойлаған, өйткені как будто бір бетоннан шығып жатқан сияқты сезіндім да өзімді қараңғыдан. Сөйтіп енді мен куратор іздейін деп ойладым. Сосын мен сол кезде ойлалар жұмыс істеп жүрген, мен жұмыстарымды алып, мен Санжарға барып тоже айттым, өйстіп, мен басқаша болып өзгеріп жатырмын, маған қызық, сол туралы жасағым келеді бірдеме деп көрме. Сосын ол кісілер маған маған тағы да біраз адамдар тыңдауға не берді. Сол кезде үйге барып оның бәрін қайтадан тыңдап, кішкене сенікі прямой болып тұр, басқаша іздеші тағы деп сөйтті. Содан келіп ізденіп жүрдім, сөйтіп сосын
тамыр деп алдым ғой енді, тамырдың несін. Оны бір кездері сол ізденіс кезінде сол тарихты оқыдым. Мен шынымды айтсам даже алаш ағартушы жаңағы кісілер, сол кісілер туралы даже тарихта жай мектепте оқығанмен қалып қалғам ғой. Не істеп не қойғандарын білмеймін. Неге сонша ол кісілерді андай пір тұтады деп ойладым да, солар туралы қарадым. Сол кезде вообще аузым ашылып, бай деп тамырды істедім, сол тарихқа үңілу деген сияқты. Формасы қалып қалған. Сөйтіп форма іздеумен жүрдім бір-екі ай. Таппаймын, қалай жіберемін, шығаратын білмеймін. Сөйтіп жүрген кезімде мен бір бауырым ол жаңағы үйде ерекше бұзық болып шықты. Жаңағы ойын ойнап тастаған ғой. Сондай үйде бізді үйреткенде жаңағы бәріміз озат болсын, мамам папа мұғалім ғой. Сөйтіп андай бүлдіріп қоймаңдар, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп шектеулермен өсіріп қойған ғой. Соны мен бауырым сөйтіп не істегеннен кейін ол маған келіп айтты бірінші. Осындай неге не істеп қойдым, не істеймін деп. Сосын мен жылап не істедім. Көмектескім келіп, сол кезде мен жаңа тамырды қайтадан келдім тамырға. Сосын тамырды салдым, біреусін қисық қылдырып, бәріміз түбіміз бір, бірақ та біз әртүрлі болуға имеем право, то есть құқығымыз бар ғой деп сөйтті. Мен бауырымды кінәламадым. Ол кішкентай, әлі жас, и ол осындай бұзықтық істеуге ол құқығы бар деп ойладым. И ол өзі жөнделеді. Оны біз кінәлап не істеуге болмайды деген сияқты бір месседжер айтқым келіп, сол тамырды алғым келіп кетті. Сол бір сондай моментте жүргенмін, қиын. Сосын тамырды алдым формасы ретінде. Бірақ енді оны холстқа саламын. Бірақ салып жатқан кезде ана былай бояп жатырмын ғой. Өте қиын болды маған. Бұл декоративный өнер сияқты. Мен маған бүйтіп аккуратно істеу өте қиын болды да, сурет шықпай жатыр. Это вот 2D. 2D, иә, шықпайды. Күнде келем уже 2 ай өтті анау мастерскойда, шықпайды. Сосын ойладым, что-то мынау ұнамайды маған. Өтірік болып жатыр. Не істесем, бірақ маған тамыр ұнап тұр. Мынау идеально күшті сияқты көрініп тұр да, маған көріп тұрмын. Не істеймін деп. Сосын ойладым, фетр аламын, қазір соған қиямда гипспен істеймін дедім. Сөйтіп магазиннен бір Атакенттен кішкентай фетр әкеп кесіп, сөйтіп біріншісін гипспен жағып көріп едім, гипсім сынып қалды. Ал арзан болғаннан кейін алған ғой енді, кішкене гипс арзандау, енді басқа миыма кірмей жатыр. Текстурный паста есіме түсіп кетті. Жарайды, қымбат болса да алайыншы соны деп алып текстуркамен істеп едім, әдемі шықты. Одап кеттім, менің нем ашылды, одан кейін кеттім, тоқтамадым, барлығы шабытым келіп кетті, жол ашылып кетті. Сөйтіп өткізіп сәуір айында көрмемді аштым ғой. Осы көрмеде жаңағы бүкіл менің жасаған скетчиктарым өте көп болған. Бір 5-6 мен блокнотты бітіргем. Оля айтты, қазір осының бәрін ашамыз да қоямыз деді. Сенің шеберханаң сияқты. Мен ойбай, ол жақта мен не жазбадым, тұра тұр көріп алайын. Жоқ, тұра, бәрін іліп тастадық. Сосын соңында көрме басылатын кезде қарап жүрмін ғой, мен жаман сөздер жазып кетпедім ба бір жерге, біреуді жамандап қоймадым ба деп ұмытып қалдым ғой мен қаншама бір 6 ай бойы дайындағанымды. Бірақ кейін өзіме ұнады, что оның барлығын елге көрсетті, ізденістерімді. Сондай бір көрме болды. Енді эстетика жағынан көрменің іліну жағынан қатты ойымнан шықпады, өйткені мен одан да бір күшті көрме залында істегім келген, бір тіптен әдемі болсын деп. Бірақ менде ана жерде біз киім дүкеніне істедік қой, бос тұрған. Ана бір жерлері ұнамады, кішкене бір керегелері, ремонт ұнамады, бірақ ойладым, жарайды, осылай осы бітсінші өстіп. Сосын кейінгі нелерді дұрыстап істеймін деп тағы да өзімді сөйтіп не істеп қойдым. Ана бірінші көрмеде осы, екінші көрмеде де ойым толық не емес, бірақ көрермен келіп, несін лебіздерін айтып сөйткен кезде кішкене не істедім, жақсы болып қалдым. Сіздің өнеріңіздің яркая часть бұл феминизм және әйел болмысы болып табылады. Осы туралы кішкене сіз айтсаңыз бола ма? Неге осы вот формы, да, особенно вот ЖТАПа, очень интересно узнать про эту работу. Я мен сол жаңа бағанаға әңгімеге қайтып келсем, сол 2019 жылы жаңағы мастерскойымда жүрген кезінде маған Дана Молжігіт деген
қызды білетін шығарсыздар, сол қыз келген, сол кезде мен оған енді білмеймін, ондай ол кезде феминизм деген не екенін де білмеймін. Сонда мен жаңағы айтып жатырмын ғой, мен өстідім, мен суретші болдым, мен ана үйдегі жұмыстарды істегім келмейді, мен бүйткім келмейді, мен өстіп істегім келеді, мен ана баланы қарап бүйтіп не істегім келмейді деп өзім сондай шабыттанып кеткен айтып жатырмын да, сен деген феминизм сияқты айтып жатсың деп сөйтіп айтып жатырсың, иә деп қойып түсінбеймін ғой, жарайды деп кетіп қалған ғой. Сосын кейін сол айтып тұрмын ғой, феминизм дегенді мен сол молдияр ағалардан сол жақтан естідім. Сосын барып зерттедім, ол немене деп, сосын вау, күшті ғой мынау, кәдімгідей теңдікті не істейтін, жаңағы әйелдерге көбірек кәдімгідей маған ол шабыт берді. Сосын мен кейін өзім үйге келіп мен феминистпін деп күйеуіме, жолдасыма айтып жатырмын, сөйтіп жүрдім. Ол не айтты? Ол менің жолдасым бір жақсы жері, ол қатты анандай не емес та, бір ол өзі сондай бір феминныйлау, кішкене енді нәзіктеу да, бір андай токсик маскулинити емес. Иә. Сондықтан да мен кейін кезінде таңдаған шығармын деп ойлаймын да. Көп кезде жаңа рұқсат береді, мысалға сурет салғанда жаңа Кипрға да жіберіп жатырды, мысалға көп жерде жібермейді ғой, әйелдерін өйтіп 2 айға ол жібереді. Мен өнерімді қолдайды көбінесе, салшы сурет деп. Содан кейін ол бірақ феминистер үйленбейді деп қояды өткенде. Сен неге үйленіп алғансың деп. Тұрмыс құрмайды, жоқ, сен дұрыс түсінбейсің. Айтып түсіндіріп не істеймін да, тоже үйде отырған кезде. Сонымен жаңағы енді Жетапа бұл сол тамыр көрмесінде қойған жұмысымның бірі болатын. Бұл қалай келді? Мен жаңағы шынымен бұл жерде енді мен шындықты айтуым керек, өйткені бұл жерде менің мастерскойыма Молдияр ағай келді. Молдияр ағай айтты, сен жасап жатырсың, не туралы, мынаны бәрі сұрады. Мен жаңағыдай бәрін айтып бердім, осындай. Сосын 7 ата деген жасап қойған мен еще, ұрпақтары соның деп. Сосын ағай былай қарап тұрып айтты, сен мүмкін осы жерге әйелдердің формасын, денесін ше, тамырға кіргізесің бүйтіп. Тамыр әйелдің денесі сияқты болып тұрсын деп, мен ондай вообще ойым сюрреалист сияқты болып көрініп кетті. Ойбай, бір қызық қой, қалай мен тамырға қазір әйелдерді саламын, ойыма кірмейді анау. Бірақ ол идея маған ұнап тұрды, өйткені барлық тарихта жаңа еркектердің есімі көп. Мен оқыған кезде де солай болып тұр ғой енді. Барлық соған байланысты мен мынау маған ұнап тұр деймін да, мен мынаны істеймін деймін, бірақ қалай келтірсем деп ойланып жүргем. Соны уже көрмеге аз уақыт қалған кезде мен Жетапа істеймін дедім, өзімнен өзім тұрдым да. Сосын бірақ қалай істеймін деп қоямын, сосын тамырға істегім келіп тұрған, бүйтіп сыза бастадым. Сосын мынау деген кәдімгі қынапқа ұқсап кетті ғой формасы. Жасай салайын, ешкім түсінбейді ғой бәрібір. Жасаймын қазір деп сөйтіп жасадым. Сөйтіп жасап қойдым, өзіме ұнап тұр да, енді ана формасы бәрі еще Жетапа деп. Бірақ мен ол кезде 5-ақ істегенмін, қатпарын санамағам. Енді маңызды емес деп ойладым да, сөйтіп жасап, оны еще мынандай қоңыр түске бояп, көрмеге іліп қойдым. Көрмеде көбісі соған келіп қарады, 7 апта деп оқыпты кейбіреуі. Оны мән бермеген, әйтеуір жүре берген, біреу пияз деп, әйтеуір неше түрлі. Сосын кейін ол көрме біткеннен кейін бұл жұмысты сатып алып кетті ғой. Мен негізінде былай әйел формасын бұрыннан өзім әйелдерді ғана сала беремін, өзім әйел болғаннан кейін әйелдерді ғана сала беремін. Сол жаңағы бір ғана тамыр көрмесінде сол ғана болды. Сол кезде феминдік тақырыпты зерттеп жүргенде менде ол жерде бірнеше эскиздер болған, жаңағы 40 пышақ деген, 40 шырақ деген, соңы жаңа етеккір деп айтама, қазір қалай деп айтады? Иә. Соның месячный, да? Иә, өзім сондай кезде қатты жаман істегенмін, соның суретін салғанмын. Сол әйелдерге байланысты көп тақырыпты салған, бірақ оның бәрі орындалмай эскиз түрінде ғана сол жерде тұрды. Неге маған сол ұнағаны теңдік туралы көп жерде жаңа біздің әйелдерді жаңа үйде отырғызып, жаңағы өзіме де ұнамайтын, мысалға сен неге жаңағы тамақ жаса, үй жиында, мен де жұмыс істеймін ғой, мысалға жұмысқа барып келем, бірақ келгеннен кейін мен тамақ жасаймын, мен осында шуамын. Енді былай қарасаң жай ғана нәрсе деп ойлайсың да, бірақ ол кезде жарайды, мен үйде отырсам бір жөн екен, полный день істей беремін ғой. Маған қиын емес, ыдыс жуған маған ұнайды. Ыдыс жусам мен керісінше күшті ойларға батамын. Бірақ жаса деп айтса мен жыным келіп қалады да, неге маған айтасың, мен өзім істеймін да деп. Осындай нәрселерден сөйтіп ойладым да. Мен таңғалғаным, мен кеше Жетапаны шығардым ғой. Менің табиғатыма, мысалға, менің достарыма, менің арамдағы адамдарға ол шок болып көрінуі мүмкін. Өйткені
енді былай қарасаң мықтылық деп ойлаймын да. Әрине, себебі ол жеті ата, ол как это қазақша мен білмеймін, бірақ ол как сакральная вещь біздің халыққа, және өте ол как вызов. Вызов. Соны мен өзім де ойладым, мықты не шаг жасап жүрмін, енді бұны ертең дұрыстап зерттеп бір жерге барғанда айтқанда дұрыстап айтуым керекпін, жеткізу керекпін. Бірақ көбінесе маған бұл түйсік арқылы келген болатын. Ана бірінші көрмеде айтып тұрмын ғой, жаңағы өзім байқамай шығып кетті да, сөйтіп өзім таң қалдым. Бірақ мен оны қоюға немесе көрсетуге ешқандай ұялмадым. Өйткені мен өзім бұрыннан сондаймын да, неменеге ұяласың деп ойлаймын да. Әйелдің денесі ол ұятсыз нәрсе емес, ол кәдімгі сенің денең сияқты зат деп ғой, жаңа дене. Өте жеті апа өте мықты жұмыс. Мен үшін өте мықты, өте powerful message содержит. И это так здорово, что и түсті де, формада, и то, что на вульву похоже, өте мықты, және көп рахмет сізге. Себебі өнердің тарихы ол өте маскулинді, өте көп еркектер болған, және біздің бүкіл визуальная тоже история, она там много фаллического тоже в том числе. И это здорово, что есть какое-то вот разнообразие и женское. Өте маған ұнайды осы суретіңіз. Және осы суретті Ая Шалқар она разыграла вот на такую большую аудиторию. Осы эпизодтың, осы подкасттан кейін сізге қалай ол әсер етті? Көп подписчиктер келді ме? Қалай ол болды? Осы жеті апа негізінде көп көрінбей тұрды ғой Инстаграмда, бір жерде жүрген, қатты не істемеген. Мен оны Астанадағы көрмеге апарып келдім. Кейін жаңағы Ая Шалқар көріп оны сатып алғаннан кейін, подкастқа шығарғаннан кейін бум болып, көп, бір 500-ден аса подписчик келген шығар жаңадан. Сосын өзіме қызық болғаннан кейін бүкіл комментарийларды оқып отырамын ғой. Соларда комментарийда мысалға маған ешқандай комментарийлардың барлығы не болмады, керісінше соны тапқандары ұнады, мысалға жазды ғой. Соның бәрін мен скриншоттап өзім сторисіме де салғанмын. Көбісі сол жерде маған қыздар жазып жатты. Біз оны ұят деп санап жүрсек, ол кәдімгідей не екен ғой, біз даже өзін қарауға қорқамыз ғой дейді да, айнаға. Білмейміз даже түрін, потому что ол қорқынышты зат қылып салған дейді да. Сол қорқыныштан адам өмірге келеді ғой деймін да. Сол қорқынышты деп санайсыңдар ол жерде. Біз өмірге келіп жатқан жоқпыз ба, неге қорқынышты санаймыз деп сөйттім. Сен молодецсің, ана жеті апа көп не жазды маған, сөйтіп сұранысқа көп ие болып кетті. Бәрі сатып алғысы келді, жазып жатыр маған. Мен біреу-ақ қой, ол бітіп қалды деп айтып жатырмын. Сосын кейін негізі 7 серия жасайын деп шештім. Үшіншісі мынау әлі 4 бар, бірақ мен оларды басқа материалда істеп көрейін деп жатырмын қазір. Сізде қызыңыз бар. Сіз оны қалай тәрбиелейсіз? Феминизм тұрғыдан да, және суретші тұрғыдан да ол сізге қалай айтады? Мен де суретші болам ма? Және қалай ол сізді көреді? Мен қызымды өте ерке өсіріп жатырмын. Өйткені қызым енді менің қазір 6 жаста болса да, ол ойы барлығы әлі бөпе сияқты. Мен оған бір қатты қиын әңгімелер айтпаймын. Бірақ та деген үйде папасын қасында, папасы ұрысқан кезде мен қызымды ылғи қорғаймын. Тиіспе, ол әлі кішкентай 6 жаста. Сен дәусің, 35-тесің, ол кішкентай ғана бөпе. Сондықтан оның айтқанын істейік. Ертең ол өзі-ақ ақылды болып кетеді. Сондықтан оған қысым көрсетпейміз, ешқандай ұрыспаймыз деймін. Мен өте еркелетіп өсіремін, сондықтан ол менің қасымнан кеткісі келмейді ешқай жаққа. Балабақшаға да барғысы келмейді, тек менің қасымда жүре бергісі келеді. Өйткені мен барлығына рұқсат беремін. Сосын сурет салғанды жақсы көреді. Мен сурет салып бастасам, міндетті түрде қасымда келеді, үлкен кисточканы алады, үлкен холсты берем, сурет салады, жалыққанша салады. Сосын жаңа менің косметикамнан қалдырмайды ештеңке. Түк қалмаған кезде сол косметиканы ашады да қағазға теніммен, помадамен суретті салып тастайды. Оған да рұқсат бергем. Өйткені баланы шектемеу керек деп ойлаймын ол жағынан. Бірақ кейін оған уже қызықпайтын да болады біраз уақыттан кейін. Өтіп кетті ғой ол неден сөйтіп не істейді. Мен қызымды сол үнемі сөйтіп тәрбиелеймін, жаңағы
нелер өзінің дене мүшелері туралы айтамын, ол сенікі деген сияқты жаңағы, иә, сол туралы кәдімгідей ашық айтып беремін. Сосын әкесі ұрысқан кезде айтамын, жоқ, ол білу керек барлығын, қазір айта беруіңіз керек, біз айтпасақ кім айтады оған, сондай не істеймін. Сосын маған тағы да айтады, екінші бала қашан босанасың, мен айттым, осы қызымды бірінші барлық курстарға беріп, барлық жерге беріп әйтіп жеткізіп алайын, сосын көрермін екіншіні деймін, осы қызды бірінші дұрыстап алайық деп. Иә, өте дұрыс. Және мен сіз айтқаннан, то, что дене туралы, мне, если честно, я вспоминаю себя, и мне всегда жаль детей, потому что у них нет телесной автономии. Бізде мысалы туған күн, жаңа жыл, басқа мейрам болса, родственниктер келеді, ағалар, тәтелер, барлығы саған мынаны стайды, уши, щеки, волосы, нос, вообще это ужасно. Да. Мен қызым ұнатпайды көп. Сосын айтамын, я ұнатпасам сүйме деп айт деймін оған. Жаңа тиіспе деп ше өзіне. Сосын өзім де оны көп не істемеймін, сүйе бермеймін, тек ұрсатымен сүйіп жатқан кезде, ой, ренжіп қалған жоқсың ба деп сұраймын да. Өйткені ұнамауы мүмкін ғой, мамасын да сүйген. Олар құшақтап, иіскеп не істеп тұрамын, бірақ сөйтіп қатты не істемеймін, өзінен рұқсат сұрауға тырысамын. Ол не қалайды, және нені қаламайтынды өте маңызды білу. Сізде басқа мүмкін ұнайтын әйел суретшілері бар ма Қазақстанда, және олар кім? Бұрындары мысалға тек дәстүрлі суретшілерді ғана танысам, осы бір жылдан аса мен контемпораримен айналысатын суретшілердің барлығын танып келе жатырмын. И маған бүкіл әйелдер қазір жасап жатқан барлығы ұнайды. Өйткені барлығының жұмыстарында бір күшті концепция бар, форма бар әдемі. Сосын әсіресе жастарды шығарып жатыр ғой қазір. Солар ұнайды маған. Нақты айтатын болсам, жақын ұмытып қалып тұрмын, бірақ кім ұнайды маған қазір? Қол өнерім сияқты мен айналысады. Гүлнұр Мұқажан қазір ол кісі неде ғой, Германияда ма бір жерде жұмыс істеп жатыр. Киізбен жасайтын жұмыстары ұнайды, өйткені ол кісінікі түстері мындай да монохромный бір түс форма жағынан и және материал ұнайды, киізбен жұмыс істейді. Сол кісі ұнайды. Мадина ұнайды осы. Аида Талхан деген жұмысы, Тары Талхан деген, анамен не байланысты, Бақыт Бубиханова ұнаған, ол кісі. Одан кейін кім? Алмагүл Медлеваева. Мен ол кісінің жұмыстарын әлі күнге дейін толық түсінбеймін. Өйткені менің ақыл ойым оған әлі жете қоймаған шығар деп ойлаймын. Өйткені адам өнерді түсіну үшін де оның ақыл ойы оған жету керек. Сен сол кезде жеткен кезде сен ол өнерді түсіне бастайсың. Оған жетпегенше сен түсіне алмайсың. Сондай бір не бар. Одан кейін болды осы әзірше, енді есіме түспей тұр просто негізі. Ол мен ойымша қазіргі әйел артистер, суретшілер қазір авангардта, біздің өнердің авангардта, және көптеген Еуропада, басқа елдерде шығып, көрсетіп, өте күшті. Рас айтсам, мен еркектер не жасайтынды мен онша көрмеймін, ол маған онша қызық емес. Мен тек қана қыздар не жасайтынды көремін. Қыздар, әйелдер, және оларды қолдауға тырысамын. Лайк па, немесе репост па, қолымнан не келетінді соны жасаймын. Күшті, рахмет сізге. Дұрыс негізі, әйел адамдарды, әйел суретшілер өте аз ғой негізінде, өйткені сол жаңағы тұрмыстың несімен мен білетін бірнеше құрбыларымның барлығы тұрмысқа кеткеннен кейін бітті, суретшілік өнер қалып жатты. Бұл өте қиын нәрсе, сондықтан суретшіде жүрген әйел адамдарды негізі қолдап қолпаштау керекпіз, өйткені бұл мықты кісілер. Мен де мысалға дес бермей сөйтіп шықтым ғой, әйтпесе мен де тастап кететін едім бір кезде сынып кетсем. Содан өзім сол жеңіп кеткеніме осы қазір орта жастамын ғой. Мысалға қазір енді мен ешкім жеңе алмайды да, қайтадан ортама қойып, сондықтан мен осыны жеңіп, осындай күресіп осыған келгеніме жаңа әлі де жаспын ғой, мен 35-темін, мен ойлаймын шамалы бір 40-қа шақты тағы да мықты нәрселер істеймін деп, өйткені қазір білімімді толықтырамын, әлі оқуға, магистратураға бірдеңе тапсырып тағы оқығым келеді, оқып ізденіп тек ары қарай дамы бергім келеді. Мөлдір, сізге көп рахмет келгеніңіз үшін.
кішкентай сыйлық әкелгеніңіз үшін көп рахмет, және тыңдармандарыңызға тыңдағандарыңызға слушательницам тыңдаушыларымызға көп рахмет. Көп рахмет. Мың алғыс рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Tears talking, 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 talking.